Саламатсыздар ма? Біз өткен сабақта бірнеше мысал қарастырған болатынбыз. Және шартты операторды өттік, және тағы басқа сондай маңызды сабақтарды өттік. Бірақ бүгінгі сабақ аса маңызды. Бүгінгі сабақтың тақырыбы болады функция. Яғни функция қалай жұмыс істейді, және не мақсатта қолданылады. Қысқаша теориясын айта кетсем, функция негізінде егер сіз бір программа жазатын болсаңыз, соны бөлшектеуге жақсы. Яғни бөлшектеп жазған, оны тез жұмыс істетеді. Және де оны өзгерту және тағы басқалар оңайға соғады. Яғни мысалы ретінде сіз бір программа жазып жатсыз, яғни қалай айтсам, бір айлық төлейтін бір программа жазып жатсыз, яғни айлық төлейтін программа жазып жатсыз. Ол жерде оны бөліп тастаймыз, яғни ондағы жұмысшының уақыты, жұмыс істеген уақыты. Яғни ол бір функция, және оны төленетін сағатына тағы бір функция. Сөйтіп бөліп тастап жұмыс істеуге өте ыңғайлы, және функциямен жұмыс істесек, ол жылдам жұмыс істейді. Негізінен C++ негізінде функциядан тұрады, яғни байқасаңыздар int main. Бүгін мен тым көп сөйлеп кеттім. Негізінен теорияны кейінге қалдырған дұрыс. Яғни іс жүзіне көрейік. Естеріңізде болса, мына жерде int деп тұратын тұғын. Енді бұл жерде int деп тұрмайды. Яғни void. Яғни бұл деген сөз. Яғни бұл функция. Өзі программада бағдарлама жазғанда бізде көмекшілетін, яғни функциялар және процедуралар деген болады. Процедуралар екеуінің функция мен екеуінің айырмашылығы, процедура мән қайтармайды, ал функция мән қайтарады. Яғни ол деген сөз, яғни функцияның бір несі болады, типі болады, және оның қайтаратын бір мәні болады. Яғни оны по умолчанию терминал деп жазуымыз керек басында. Яғни біз яғни біз бұлай жазбаймыз, яғни пустой қыламыз. Яғни ешқандай бұл ол жерге бір мән қайтаратында, яғни пустой мән қайтаратын болады да. Себебі қазір бұл бір программа жазған кезде біз консольді қолданып жатырмыз, және ол ертеңгіні, яғни программа жазып жатқанда ол бір системада кішкентай бір ошибка беруі мүмкін. Яғни ол бір мән қайтармайтын, яғни return жазып жатсақ. Returnның мағынасы өзі мән қайтару деген мағына білдіреді. Енді функцияны алдын ала жазу үшін, оған бір мән қайтармайтындай бір пустой функция берейік. Мысалы, функция өзі былай басталады. Яғни бір ат берейік функцияға. Мен функ десек. Яғни осы былай жазылады өзі. Яғни мынау функция. Яғни типі, функцияның аты. Ал мынау жақшаның ішіне оны кейін айта жатармыз. Келесі сабақтарда бұл жерге параметрлер жазылады. Бірақ біз қазір өзімізге керекті білімді алайық. Яғни бірінші, мысалы, ең қарапайым бір функция жазайық. Мысалы, бұл функция бізге экранға бір сөз шығару керек. Мен функциямын. Мен функциям мақұл. Енді бұны запуск жасайтын болсақ, бұны запуск жасайтын болсақ, бізге экранға ештеңе шықпайды. Неге? Енді түсіндірейін. Экранға шықпаған себебі біз функция жазған екен, оның аты бар. Оның аты болған екен, оны шақыру керек. Оны шақырған екен, ол бізге жұмыс істейді. Яғни
функцияны жазғаннан кейін функцияны обязательно шақыру керек. Яғни менің функт деген аты, яғни менің функт деген функцияның аты жазамыз. Енді көреміз. В ходе построения произошло ошибки. Продолжите запустить. Нет, спасибо, рахмет. Неге қате шықты? Себебі бұл кез келген бағдарламалау, яғни компилятор бағдарламаның ішіне компилятор болады. Яғни ол былай төбеден бастап оқып келеді. Алдыңғы сабақтарда айтқан болатынмын. Бұл былай оқып келе жатқан кезде ана қарайды. Опа, мен бұны танымаймын. Бұл кім өзі жақында келгенде өзі қалай дейді да, бұны танымай қалады да, және бұны қате деп түсінбей қалады. Сондықтан біз оны таныту үшін біз аламыздан аны қырқамыз. Жайына қырқамыз. Қырқып, мына бір жерге қоя саламыз. Енді қайтадан запуск жасап көреміз. Мақұл. Міне дұрыс шықты. Яғни мен функциямын. Яғни біздің функциямыз істеп тұр. Яғни функцияны алдын ала жазып қойдық. Кейіннен оны негізгі функцияда, яғни main негізгі функция. Яғни біздің программа жазатын негізгі функциямыз. Яғни мен функцияны деп шақырдық, экранға мынау шықты. Яғни қызметі шықты. Қызметі бұның экранға мен функциямын деп шығару еді. Енді бұл қалай болды? Бұл қалай болғаны, бұл қысқаша не? Мысал келтірдім жаңа, егер сіз бір бағдарлама жазсаңыз, оны бөлшектеп және соған ыңғайлы болған бір жол. Яғни негізгі сабақтардың маңыздысы не айтып кеттім мен. Яғни маңызды сабақтардың бірі функциялар. Функцияны тағы мынаның ішінде параметрлер жазылады. Оны кейін өтеміз. Және бүгінгі сабаққа осы көптеген эксперименттер істеп көрулеріңізге болады. Және тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше жақсы.